Сәлем, шаяндар, менің қымбаттыларым. Бұл 26 жылдың сәуір айына арналған жұлдыз жорамалдарыңыз. Шаяндар, бұл ай керемет, әсіресе мансап, бизнес, жұмыс және өз орындарыңызды табу үшін өте қолайлы. Себебі сіздердің жұлдыз жорамалыңыздың 10 үйінде көптеген планеталар жиналады. Ал 10 үй статус, қоғамдағы рөліңіз, сіздің бұл әлемге не көрсеткіңіз келетін, кім екеніңізді, қандай адам екеніңіз, қандай қызмет атқаруыңыз туралы. Бұл жерде әртүрлі өзгерістер болуы мүмкін. Біреулер үшін ұсыныс, үйлену, неке, кейбіреулер үшін ажырасу, жұмыс ауыстыру, тіпті мансапты толық өзгерту, немесе бизнестегі өзгерістер. Бірақ бәрі кезекпен. Жалпы бұл өзгерістердің бәрі жақсы жаққа болады деп ойлаймын. Өйткені Юпитер сәттілік пен молшылық планетасы. Шаян белгісінде шілдеге дейін болады. Юпитер әсіресе асценденті Шаянның 15 градусы мен 18 градус аралығында болғандарға, немесе туған күні 8 мен 11 шілде аралығында туылғандарға көбірек сәттілік әкеледі. Басқа шаяндар да әсерін сезінеді, бірақ аталған күндер өте күштірек болады. Сондықтан егер туған күніңіз 8 мен 11 шілде аралығында болса, лотерея билетін алып көріңіз. Егер айыңыз шаян белгісінде 15 мен 18 градус аралығында болса, онда да пайда мен табыс табу болуы мүмкін. Өйткені Юпитер табыс, молшылық пен сәттілік планетасы. 2 сәуірде толық ай сіздердің 4-ші үйіңізде болады. Бұл үй отбасы, тұрғылықты жер, сондықтан жылжымайтын мүлікке қатысты сұрақтар туындауы мүмкін. Көшу, жөндеу, аяқталуы, үйге заттар сатып алу, жиһаз, техника. Қазір сатып алуға жақсы уақыт, өйткені бұл айда ретроградты планета жоқ. Бұл істерді алға жылжыту үшін өте керемет ай. Өсуге, дамуға тамаша кезең. Толық ай 2 сәуірде болады, және ол 3 күн бұрын және 3 күннен кейін де өте күшті әсер етеді. Отбасы мүшелеріне қатысты жаңалықтар болуы мүмкін, әсіресе анаға байланысты. Сондай-ақ құжаттар, виза, тіркеу, азаматтық, паспорт ауыстыру, немесе ата текке қатысты тақырыптар қозғалады. 10 сәуірде Марс сіздердің 10 үйіңізге кіреді. Осы күннен бастап мансап тақырыбы күшейеді. Марс әрекет, шешім қабылдау. Бұл сіз жұмыс, бизнес немесе мансап бойынша маңызды шешім қабылдайсыз. Мүмкін іс сапар, бастықпен маңызды әңгіме, жаңа бизнес бастау, немесе өзіңізде бар бизнесті сату. Тіпті жаңа мамандықты үйрену де мүмкін. Бұл қалаймын, мен жасаймын деген энергия. Бұл өзгерістер тек жұмысқа ғана емес, қарым-қатынасқа немесе көшуге де әсер етуі мүмкін. Өйткені 10-ші үй 4-ші үйге қарсы орналасқан. 16 сәуірде Меркурий де осы 10-ші үйге кіреді. Бұл жетістіктер, бедел, танылу. Мүмкін сіз көпшілік алдында сөйлейсіз, емтихан тапсырасыз, диплом немесе сертификат аласыз. Маңызды жаңалықтар, құжаттар келуі мүмкін. 17 сәуірде осы үйге жаңа ай болады, жаңа энергия пайда болады, жаңа жұмыс, жаңа қызмет, жаңа бизнес немесе жаңа мүмкіндік. Бұл сіз үшін мүмкіндіктер порталы сияқты кезең. Шамамен 2 аптаға созылады, мүмкін үйлену ұсынысы болуы мүмкін. 21 сәуірде күн 11-ші үйге өтеді. Бұл нәтижелер, табыс, достар, қоғам. Сізді бір жерге шақыруы мүмкін, туған күн, той, концерт немесе басқа да бір іс шара болуы мүмкін. Немесе сіз өзіңіз ұйымдастырасыз, сондай-ақ марапат, сыйлық, танылу болуы мүмкін. 25 сәуірге дейін Венера ол 11-ші үйде болады. Ол әлеуметтік белсенділік, достармен кездесулер, сапарлар. 25 сәуірден кейін Венера 12-ші үйге өтеді. Бұл жеке құпия, тыныш кезең. Мүмкін жасырын қарым-қатынастар немесе алыстан байланыс болады. Сондай-ақ бұл демалыс, спа, массаж, сұлулық процедуралы. Ретриттер үшін өте жақсы уақыт. Қарапайымдылық та, қайырымдылық та мүмкін, қайырымдылық іс-шараларға қатысу. 27 сәуірде Уран 12-ші үйге 7 жылға кіреді, 2033 жылдың мамырына дейін. Бұл өте маңызды өзгеріс. Уран еркіндік, өзгеріс, жаңа өмір. Бұл сіздің бұрын тұйық өмір сүрген болсаңыз, енді белсенді боласыз.
көп саяхаттайсыз, ұшасыз, интернет арқылы көп байланыс жасайсыз. Мүмкін офлайн жұмыстан онлайн жұмысқа өтесіз. Бұл планета сіздің жеке ішкі әлеміңізді түбегейлі өзгертеді. Мүмкін көшу, иммиграция, жаңа өмір бастау болады. Немесе сіз өзіңізді мүлде басқа қырынан танисыз. Сондай-ақ медитация, рухани тәжірибелер, эзотерика, астрология, таро қызықтыруы да мүмкін. Тіпті бұл сіздің кәсібіңізге де айналуы мүмкін. Осы уақытта 10 үйде көп планета бар. Бұл сіздің мақсаттарыңызды, амбицияларыңызды, өмір жолыңызды өзгертеді. Сатурн мен Нептун да сол жерде. Нептун ескі жұмысты ертіп өзгертуі мүмкін. Ал Сатурн жаңа негіз құруды талап етеді. Жаңа жұмыс, жаңа мамандық, жаңа жүйе. Жалпы қарасаңыз, Марс, Меркурий, Күн, Ай, Сатурн, Нептун және Хирон барлығы 7 аспан денесі мансап пен мақсаттар секторында. Хирон емші болып келеді. Мүмкін сіз адамдарға көмектесетін мамандықты таңдайсыз. Дәрігер, психолог, кеңесші, немесе 2 түрлі мамандықты қатар алып жүресіз. Мысалы, күндіз бухгалтер, кешке таролог. Қысқасы, бұл сәуір өте маңызды өзгерістерге толы ай. Ол сіздің статусыңызды, мамандығыңызды, өмір бағытыңызды, тіпті тұрғылықты жеріңізді де өзгертуі мүмкін. Жақсы көремін, құшақтаймын барлықтарыңызды, менің қымбатты шаяндарым. Сіздерге керемет қызықты сәуір ай тілеймін. Есіңізде болсын, бәрі тек жақсы жаққа өзгереді.